Бізді Қазақстанға алып кетіңдерші, ауған қазақтары хат жазды. Тәуекел ұйымының жетекшісі Бурахан Дақанов өзінің Фейсбуктағы парақшасында Ауғанстанның Құндыз провинциясында қазақтар өзіне хат жазып, Қазақстанға алып кетуіне жәрдемдесуін өтінгенін мәлімдеді. Соңғы кездері жеке парақшама араб аккаунттары достық көптеп жіберетін болды. Басында мен мән бермеген едім. Кеше парақшамның хат бөліміне белгісіз біреудің араб әліпбиімен бір емес 9 рет жазғанын байқадым. Содан оның кім екенін білмек болып қарап едім, жас жігіт екен. Шыны керек хатқа назар аудармас ем. Әлгі жігіттің суретінде көк байрағымыз көзіме оттай басылды. Жалма жан хаттың мәтінін көшіріп Google'дың аудармасына салсам, хат пуштун тілінде жазылған екен. Хатта аға, біз Ауғанстанның Құндызында тұратын 9 қазақпыз. Бізді Қазақстанға алып кетіңіздерші деп өтініш айтыпты. Қандасымыз мені қолында билігі мүмкіндігі бар адам деп ойлап үміттенсе керек. Қайдан білсін менің қолымда ондай билік жоқ екен. Әттең қолдан келер қайран жоқ. Жат елде, жат жерде, жат елдің амбициялары үшін құрбан болған қазағым-ай, дейді автор. Айтуынша бүгінгіде еліміздің солтүстігінде көптеген ауыл босап қалған. Сол аудан ауылдарға Иран, Ирак, Ауғанстан, Пәкістандағы қазақтарды көшіріп алып келіп, бір жерге жинап орналастырып аудан атын Қорған деп қойса ғой. Шіркін, Қорған деген елді мекендер Иран, Ауғанстан, Ресейде де бар. Қысқасы, осы ой іске асса солтүстікте таза қазақ тілді бір аудан пайда болар еді. Керемет емес пе, келісесіз бе? Ол жаққа мұғалім, дәрігер, тіпті полиция мен молдасына дейін оңтүстіктен көшіріп жайғасуды, көші-қонмен айналысатын Тәуекел ұйымы өз мойнына алар еді, дейді Тәуекел ұйымының жетекшісі.